жолсырап. Біз жамбасағы лапылды аспан малайға шапа. Өздеріңізбен мына ел ағалармен амандасып осы жерде көріскенім үшін шын жүректен алғысымды жеткізгім келеді өздеріңізге. Әбіш Кекілбаевтың адамды адам қылған кітап, адамзат қоғамы қылып қалыптастырған кітапхана деген сөзі бар. Біз қайтадан кітап оқитын халыққа, кітап оқитын жұртқа айналуға тиістіміз. Баршаңызға рахмет. Бұл бір өте рухани қазына, мәдениеттің ордасының ішіне келіп орналасуы тіптен біздің жұмысымызға үлкен бір серпін береді деген ойдамын. Ғана айтылғандай, жалпы бұл партиямыздың 17 жобасының ішіндегі бір жобасы, ерекше жоба. Енді бана да Шолпан Танатқызы атап өтті ғой. Еліміздегі аудандардың ішіндегі екінші аудан, біздің Батыс Қазақстан облысының Бәйтерек ауданында ашылып жатыр. Кітап ол біздің өткеніміз бен болашағымыз. Енді кітап аманат жобасы ол. Оны мен бүгінгі тарихи оқиғамен тоқталып қалады деген ойда емеспіз. Алдағы уақытта біздер жастар осы жоба аясында түрлі шараларда әлі өзіміз боялды, өзіміздің өнерлерімізді көрсетеміз деген ойдамын. Барлықтарыңызға рахмет. Рахмет.